Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Осылай сөз бастасам құптар Алла. Айлардың сұлтаны бұл Рамазанда. Оразаң қабыл болсын тұтқандарға. Мұсылман бес парызың түгел бармай, ол жақта дүние малың құтқарар ма? Жасасын егеменді Қырғызстан, көш бастап президентің шыққан алға. Түркінің ескі жұрты Ош қаласы, Ұлы жібек жолы болған сыртталаға. Армысың қоныс тепкен туғандарым, Алланың нұры түскен құтқалаға. Ағайын алыс кетсем сағынарым, өртейді-ау өзегімді жалын әнім. Қыранның қос қанаты қырғыз қазақ, мен сенің қанатың боп қағыламын. Ұл қызың қатар өскен Алатауда, жұлдызың болып бүгін жағыламын. Басыңа іс түскенде Манас бабам қасында, ер көкшедей табыламын. Ағайын қабыл алғын сәлем, мынау қазақтай бауырлардың қабыл алғын. Бұтағын көккірлетіп өсе берсін, көтерген бұғананың шаңырағын. Елекең жүйріктермен тең болады, екпіні мұзды жарған сең болады. Бабы егер жақсы болса мені жегер, бабы егер келмей тұрса жем болады. Әдейі сен осында сұрап алдым, алынған бүгін мұнда бел болады. Ағайын мұна мені қолдамасам, алыссам Елмирбекпен нем қалады. Бабамның сөзін бұрып айтар болсам, ауруға сұрап алған ем болады. Ежелден қазақ қырғыз жақын екен, Алашты мойындатқан мақұл екен. Ұрпағы Тоқтағұл мен Жамбылдардың сөздері асыл маржан нақыл екен. Бүгінгі қырғызымның шоң ақыны Елмирбек Тайсын дейтін ақын екен. Тайсынды сұрап алып қарсы шыққан ағайын, мына менде батыр екен. Қазақтың салдың обонын, мен қырғыздың салам обонын. Қайда болса серігім ай, қатарыңда боломын. Мен болса тосқаны қырғызмын, сен болып тұрсың қонағым. Қиладан жақшы сөз болыр, мен қырғыздың айтсам жомағым. Рас өмір деген ұшындай, бір жерінен артықша, бір жерінен кем екен, бір жерінен алдыда, бір жерінен тең екен. Майрадай болған жеңемді ескеріп айттың жөн екен, ескере тұрған сөз екен. Біз дағы жүрбіз түйнеді, қонағы болып түйненін, омағы болып түйненін, жомағы болып түйненін, бір күні солор болып түйненін. Андадан айтар сөзім бар, айланайын серігім, ардақту жеңем майранын, жатқан жері жай болсын, орозонun күнінде топырағы май болсын, жаннаттан берсін ой жатқанын. Ад үйнеде да бар болса, Алла Таала құдірет ашық қылар асманын. Бирок артында кеттің өстіріп аңе, жекем алтындай сонун жаштары. Еми қонағым келген кезінде, қонақ чоңобын салайын. Елмирбек менен туш келген, сенин зор екен досым талайын.
жадырабырдап олтурсуң жакшыда болуп маанайың. Казак кыргыз айтышы бүгүн эле болгон жок. Ошонун бардыгында катыштың алдында жүрдүм серигим. Кыргызчаң айтсам шеригим, жаман деп айтат сенигим. Акындардын ичинен ат басса жолу шыр болор, сен коону тандап алганың. Адыр дөңсө дөң эмес, тоону таңдап алганың. Кыргызчаң айтса үмүт дейт, сенин зор экен ғой арманың. Бирок былай кеп айттың, Ерманастын башына күн түшкөндө кыргыздар көкчө келген деп айттың. Манасты жакшың окубай ушу сөздү неге айттың? Манас агылган булак болсо да, аягы барбай бүткөнмес. Алдагыдай сөздөрдү сенден кыргыз бауырың күткөнбес. Көкчөгөң азап түшкөндүр, Манаскаң азап түшкөнмес. Бир жылың Астанага барганда, Айтматов Чыңгыз көп жерде дала көргөн деп айткан. Чоң Муктардын колтугун пана көргөн деп айткан. Анда да айткан түшүнбөй, азырдан айтып кетейин. Кезинде кыргыз казак атасы Ауезовдун окуса адамдын жазыла түшөт капасы. Кыргыз менен казактын ал чүкөсүң эмес сакасы. Бирок Ауезов Муктардын диссертация жактап бер, Ерманас болгон атасы. Бул казактан ким өткөн? Карашуулу Байдыбек касиеттүү ер өткөн. Кара тоодо калыптыр, кара буурада өткөн. Тоо силкинген тогастан 9 уулун жогаткан Тогумхандай хан өткөн. Каска жолун нарктаган, калкы сүйүп барктаган Касымхандай ер өткөн. Аты казак аударып тартып алып жүрөсүң, бир жагынан көңүлүн артып алып жүрөсүң. Еңшегей бөйлүң эресиң, эти кыргыз, сөгү да кыргыз болсо да эрешимдей шер өткөн. Ошолордун барысы бул тарыхтын болот нагызы. Аралбай менен Кашаган артыкча тууган атадан. Артыкча сүгүр жырабы ардагын журтка атаган. Катаган деген бир ырчы кезинде биздин Арстанбек аны да келип матаган. Матаса дагы Арстанбек айрылбай келген батадан. Ошолордун барысы мына негизги сөздүн өзөгү. Башкага сөздү бурбастан ушуну айтып көрөлү. Серик деген сен досум, Элмирдин болдуң өнөгөй. Элек-ау айтканыңды тек айтасың, тарихты мына турган элге айтасың. Билимиң болуп жатса каршы шыкпан, урпактың көкүрөгүн сен байтарсың. Ер көкшө кыйналганда келмеген деп жаныңды осунчама жеп айтасың. Әуезіп манасымнан қорғаған деп
ойпырмай тарихыңнан тек айтасың. Манасты Шоқан атам тауып берген, ол жақтан қашқалақтап кеп айтасың. Елмирбек білгіш деген сайын, білмесең ел алдында неге айтасың. Иншалла қазақ қырғыз ел болып егеменді азат тұрмыз. Ұмытпай бабалардың өр тарихын салтымен өркендірген ғажап ұлтпыз. Қайтеміз бабаларды салыстырып, онсыз да қазақ қырғыз азақ ұлтпыз. Тарихты қозғай берме жасы кепкен, бабалар Алатауды асып өткен. Қыздары қазағымның қырғыздардың жігітін бір көргеннен ғашық еткен. Бұл күнде жиендерім елге мақтан, айтсам ау тарихыңды ашып еппен. Ал енді егеменді ел туғанда сақтасын екі елді қасіреттен. Бір туған екі халық бір анадан, елім деп батырғанын шашып өткен. Осынау ұрпағытарын қорғаймын деп бабамның талай шіркін басы кеткен. Тарихтың тағылымы мол болады, тыңдасаң ғалымдарды жол болады. Мінекей қомызыңды дүзеп қойдың, отырсың тарихтан бір толғағалы. Жеңілдеу салмағымыз болса дағы, халықтың керек боп тұр қолдағаны. Алыдай бір ақының қорлады ғой, болған соң бұл ауылдың мен қонағы. Әдейі сені мұнда сұрап алсам, ақ тілек ақ жүректен жолдағаны. Сондықтан Елмирбегім жөндеп айтыс, әйтпесе бағамыз ау кем болады. Бірақта бес алсақта ештен емес, менікін саған қоссам он болады. Халықтың ағалғысын алып қайтсақ бас бәйгі, біздер үшін сол болады. Елмирбек бабаңды айтып қалықтайсың, тарихтың мүлт кеткенін алықтайсың. 10 жылдай бұл қырғызда айтсам да әйтеуір ебін тауып жолықпайсың. Менімен кездеспей кеткенен соң еліңе жүрсің міне болып тайсын. Бұл ақын елдің жайын айту керек, ойымды сөзіңменен қорытқайсың. Ел ойлап арып жүрген ақын емес, ел сорған коррупциялерге көп ұқсайсың. Аның айтып не қылам, мұны айтып не қылам, былай айтып не қылам, соны айтып не қылам. Оң сөздің егер келбесең, оңдың айтып не қылам. Көрбесің дағы жетелеп, жолды айтып не қылам. Сен маға мындай кеп айттың, 3000 жылды қарытқан андандан ашқан тарықтан, Ерманастай бабамды Шоқан тапқан деп айттың. Еми саған айтайын, айта бербейм күн сайын, айта бербейм ай сайын. Көңілің өңіліп кет, білбесің досым біліп кет. Еріңде бар қазақсың, көңілің өңіліп кет. Құшы дүйнең аламға, Манастың қачан келгені. Шоқан Мұхтар жөн ғана ошол болғандыр бәлкім ермеге. Байқабайчы пендені, шайқабайшы пендені.
мен айтып жатам тарыхты болгон ушул элдеги тарыхка дайым бар экен бир качанчынын акылдан бирөөнү жеңмеге бир жагынан келмеге атаңыз сиздин шоханың манастай болгон бир кезден ал атасын издеп келген ошондо акылына жетиптир айткан сөзүм тетиктир 5 күн айткан манастан болгону 5 барак жазып кетиптир менин атам нетиптир сенин акең нетиптир ал эми мындай кеп айттың ыйманың жедиң деп айттың калп айткан жокмун чын айттың сен калпыган сөзүң жөн айттың кезинде чоң көкөтөйдүн ашында көп кызыктын башында Кытайдын баягың 6 батманды буудай жеп данжыттанган эр жолой 60 эрдин башын жеп канжыттанган эр жолой күрөшкө чыгып күрпүлдөп баарысын жыгам деп айткан жашы менен бул жерде карысын жыгам деп айткан казагын жыгам деп айткан тазасын жыгам деп айткан кыргызым мындай коеюн казагын жыгам деп айткан ошондо эр көкчөгө эр кошой сен чыксаң кандай дегенде эй баягың өзөндө чаңы буркурап өлөң ырын чуркурап тарусун таштай актаган катынын кыздай мактаган эй Айдаркандын көкчөсү калганын билбейм көрбөдүм бирок казандай болгон өпкөсү анседе ага чыга албай атабыз кошой дегендин ак батасын уга албай көзүнүн жашы буркурап качып кеткендир кыра ошондо карыда болсоң эр кошой Абдылдаң акын айтмакчы ташка чаап былчыйтып жанчкан жерин билбейсиң таза кыргыз кадырын айткан жерин билбейсиң ага чейин даланын ошо жармысын кыжылдаган көп Кытай баскан жерин билбейсиң ошондо далай казак чыркырап күйгөн жерин билбейсиң күйүп жаткан казакты күйдүрүп жаткан Кытайды кыргыз сүргөн жерин билбейсиң